Жемістерді көбірек пайдалану денсаулықты жақсартудың және ауру қаупін азайтудың тамаша тәсілі. Жемістер маңызды дәрумендер мен минералдардың керемет көзі. Олардың құрамында талшық көп. Сондай-ақ жемістер денсаулықты нығайтатын антиоксиданттардың кең спектрін ұсынады. Құрамында жеміс-жидектердің көкөністері бар. Көп мөлшерде тамақтану адамның жүрек ауруы, қатерлі ісік, қабыну және қант диабетіне шалдығу қаупін төмендетуі мүмкін. Цитрус жемістері мен жидектері аурудың алдын алу үшін әсіресе күшті болуы мүмкін. Адам ағзасына ең пайдалы жемістердің 12 түрін айтатын боламын. Бірінші лимондар, екінші құлпынай, үшінші апельсин, төртінші әктастар, бесінші грейпфрут, алтыншы қарақат, жетінші алма, сегізінші анар, тоғызыншы ананас, оныншы банандар, 11-ші авокадо, 12-ші көкжидек. Антиоксиданттар адам денсаулығы үшін өте маңызды. Бұл қосылыстар организмдегі жасушаларды зақымдауы және қатерлі ісік аурулары сияқты ауруларға соқтыруы мүмкін бос радикалдарды сүртеді. Зерттеушілер лимон мен басқа цитрус жемістеріндегі бактерияға қарсы, ісікке қарсы және диабетке қарсы қасиеттері бар деп санайды. Лимондарда қоса цитрус жемістерінің құрамында денсаулыққа пайдалы фитохимиялық деп аталатын белсенді компоненттер бар. Оларға мыналар жатады: С дәрумені, фолий қышқылы, калий, пектин. 48 грамм лимоннан алынған шырынның құрамында, яғни грамм немесе миллиграмм мөлшерінде келесі қоректік заттар бар екен: 11 калория, 3,31 грамм бөлігі көмірсу. Құлпынай құрамында су мөлшері жоғары, шырынды қызыл жеміс. Тұқымдар порцияға көптеген тағамдық талшықтар береді. Құлпынайдың құрамында көптеген пайдалы дәрумендер мен минералдар бар екен. Апельсин бұл дәрумендер мен минералдардан оралған тәтті дөңгелек цитрустық жеміс. Апельсиндер С витаминінің ең бай көздерінің бірі болып табылады. Бір орта жеміс адамның С дәрумені мөлшерінің 117%-ын қамтамасыз етеді екен. Адам ағзасына С дәрумені өзі жасай алмайды, сондықтан адамдар бұл дәруменді рационнан алу керек. Әктастар деп жатқанымыз лайм, қышқылы цитрус жемісі, ол денсаулыққа көптеген пайда келтіреді. Басқа цитрустық жемістер сияқты лаймдарда да С дәруменінің пайдалы дозасын ұсынады. Олардың денсаулыққа пайдасы бактерияға қарсы және антиоксидант қасиеттерге өте ұқсас болып келеді екен. Әкті қалай жеуге болады? Әк дәмді тағамдар жақсы жұмыс істейді. Салаттарға немесе күрішке арналған тағамдарға хош иістендіру үшін лайм шырынының немесе үгітілген қабығын қосып көріңіз. Әйтпесе әкті шырынмен құйып сергітетін сусын үшін ыстық немесе суық суға қосыңыз. Грейпфруттер бұл денсаулыққа әсер ететін дәрумендер мен минералдарға толы қышқыл жемістер. Грейпфруттар қызыл немесе ақ түсті болуы мүмкін. Грейпфруттың құрамындағы флавоноидтар кейбір қатерлі ісіктерден, қабынудан және семіздіктен сақтауға көмектеседі екен. Адамдар диетаға грейпфрут қоспас бұрын дәрігерге қаралғысы келуі мүмкін, себебі ол кейбір дәрі-дәрмектермен өзара әрекеттесуі әбден мүмкін екен. Алма диетаға жылдам әрі қарапайым қосымшаны енгізеді екен. Денсаулыққа пайдасы зор болу үшін оларды терімен жеп қойыңыз. Алма талшықтары көп жемістері, яғни оларды жеу жүрек денсаулығын нығайтуға және салмақ жоғалтуға ықпал етуі әбден мүмкін екен. Анар, көптеген адамдар анарды суперфуд деп санайды. Олардың құрамында антиоксиданттар мен полифенолдар көп. Бұл организмде ауру тудыруы мүмкін. Тотығу процестермен күресуге әбден көмектеседі екен. Адамдар денсаулығын жақсарту және қабыну, жүрек аурулары, қатерлі ісік, семіздік және қант диабеті қаупін азайту үшін жемістердің алуан түрін қолдана алады.